Облыс жаңалықтарына. Бүгін Нұр Отан партиясының облысы филиалында партиялық бақылау комиссиясының отырысы болып өтті. Онда Талас ауданында Нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасының орындалуы талқыланды. Қазіргі уақытта Талас ауданы облысымыздағы қарқынмен дамып келе жатқан аудандардың бірі. Соңғы жылдары мұнда бірқатар әлеуметтік нысандар халық игілігіне пайдалануға беріліп, бірнеше ауылдық округке таза ауыз су тартылды. Ал Қаратау қаласында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына көптеп көңіл бөлінді. Бүгінгі таңда аудан бойынша Нұр Отан партиясының 41 бастауыш ұйымы бар. Сондай-ақ 1000-нан астам жас отан жастар қанатының мүшелері еңбек етуде. Нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасының орындалу деңгейі де ауданда төмен емес. Қазіргі уақытта көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Енді істеп жатқан жұмыстар көп. Себебі қазір мынау ауданның барлық ауыл шаруашылығы саласы болсын, өнеркәсіп саласы болсын, айта кететін жағдай үлкен бір өзгерістер болып жатыр. Себебі қазіргі монақала дамытуда көптеген жұмыстар қазір жүріп жатыр. Себебі біз 7 миллиардтан астам жаңағы проект смета документациясын дайындадық, жобалық сметалық құжаттарын аудан бойынша. Сондай-ақ партиялық бақылау комиссиясының отырысында бұдан бөлек аудандағы атқарылып жатқан жұмыстарға бөлінген мемлекет қаржысының тиімді жұмсалуы да сөз болды. Талас ауданының даму үшін не керек дегенде, ол қазіргі экономикалық, саяси экономикалық жағдайдан туындайды. Қазір даму үшін ең қолайлы кезең деп ойлаймын. Саяси жағдай дұрыс, мұның барлығы өсіп дамуына қолайлы жағдай туғызып отыр деп айтуымызға болады. Партиялық бақылау комиссиясының мүшелерінің айтуынша Талас ауданында ірі жобаларды жүзеге асыру үшін барлық жағдайлар жасалған. Талас ауданы енді ауыл шаруашылық, содан кейін әрі өнеркәсіптік аудан. Мұнда жаңадан іске қосылып отырған завод бар. Одан кейін мына Қазфосфаттың филиалы жұмыс істеп жатыр. Одан ауданда ауыл шаруашылық нысандары тәуір жұмыстар атқарып жатыр. Жиын соңында комиссия мүшелері Нұр Отан партиясының Талас ауданындағы филиалына алдағы уақытта атқаратын жұмыстарына бірқатар ұсыныстарын да атап өтті. Данияр Асқарұлы, Ерболат Дәулетәлі, жаңалықтар қызметі.